Сәлем қыздар, бүгін біздер үй жағдайында өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын бургер әзірлейтін боламыз. Ол үшін ең алдымен ыдысымызға сүт, суымызды, шекер, тұзымызды және бір жұмыртқамызды салып жақсылап араластырамыз. Біздің тұзымыз бен шекеріміз ыдыста жақсы араласуы қажет, бәрі бір-бірімен араластырып болғаннан кейін осылай үстіне електен өткізілген ұнымызды саламыз. Содан соң құрғақ ашытқымызды салып, бірінші ашытқымен ұнды қасықпен араластыра отырып, кейін қолымызбен жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Артық ұн қосудың қажеті жоқ. Астыға описаниеге жазып кететін болам, қанша грамм ұн керек екенін. Содан кейін осылай бөлме температурасындағы сары майымызды қамырымыздың үстіне жағамыз. Басында қамырымыз осындай қолға қатты жабысатын болып көрінеді, бірақ кейін осылай сары майымызды жағып, ұрғылап қамырымызды солай жасағаннан кейін біздің қамырымыз қолға жабыспайтын болады. Қарасаңыздар, осылай қамырымыздың иіні қанып, әдемі болып тұр. Енді осының бетін жауып қамырымыздың жылы жерге 1 сағатқа қойып қоятын боламыз. Енді котлет жасауға кірісеміз. Бізде фарш, тұз және осындай кристалл приправа және вегеттаның универсал приправасы, қара бұрыш салып, 2 қасық соевый соус қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Араластырып болғаннан кейін осы фаршымызды жарты сағатқа 25 минутқа холодильникке салып алыңыздар. Міне біздің қамырымыз көтерілді, 8 бөлікке бөліп алдым. Осылай ішіне қайтара отырып, әдемі дөңгелек етіп жасап, өзіміздің формамызға салатын боламыз. Пергамент қағаз төсесеңіздер де болады, немесе осылай формамызды майлап орналастырсаңыздар да болады. Дайын болған қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге жарты сағатқа қоятын боламыз. Енді тартылған етімізді де 8 бөлікке бөліп, дөңгелек етіп, кейін оны өзінің формасына жайып, әдемі қылып бөліп аламыз. Жарты сағаттан кейін біздің қамырымыз көтерілді. Жұмыртқаны бетіне жағып, және де күнжіт сеуіп, қызып тұрған 180 градустағы пеште 15-20 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Енді котлеттерімізді пісіруге кірісетін боламыз. Осылай өзіміздің табамызды алып, ішін майлап, сыйғанша біреу-екеуден салып, екі жағы қызарғанша пісіріп аламыз. Әдемілеп, қақпағын жауып, баяу отта. Енді соусын әзірлейтін боламыз. Бізге ең қажетті майонез бен кетчуп. Болған жағдайда сладкий чили соусын алсаңыздар болады, бірақ міндетті емес. Осылай кетчуп пен майонезді араластырып, бір шетке қойып қоятын боламыз. Кейін котлетіміз алуға жақындаған кезде осылай қарапайым сырды жұқалап турап бетіне қойсаңыздар да болады, немесе чизбургерге арналған президент сырын алсаңыздар да болады. Осы кезде біздің булочкалеріміз де дайын болды, өте жұмсақ. Мен ысылай кесіп жатырмын. Сіздерде уақыт болса, суытып кескендеріңіз жақсы. Осылай екі бетін жаңағы біздің табамызға салып, қызартып алатын боламыз. Кейін бургерімізді құрастыруға кірісеміз. Менде салмасына салат жапырағы және де біздің тартылған ет сырымен және де помидор болды. Егер сізде үйіңіздегілер жаңағы соленые огурцы, жуа, айсберг жапырағы тағы да басқа қаласа, қосуларыңызға болады. Осылай бургерімізді құрастырып шықтым. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шықты. Отбасыма бірден ұнады. Сіздің де отбасыңызға ұнайтынына сенімдімін. Жасап көріңіздер. Менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.